Қатты шаршап отырсың ба? Онда осы видеоны соңына дейін тыңда. Бірақ жай ғана тыңдама. Жайғасып отыр. Арнайы уақытты, арнайы орынды күтпе. Қазір бар болғаны 6 минут аялда. Ешқайда асықпа. Ештеңе істеудің қажеті жоқ. Осы бірнеше минутты тек өзіңе арна. Енді көзіңді жұмсаң болады. Денеңді босат. Иығыңды төмен түсір. Жағыңды босаңсыт. Маңдайыңды босаңсыт. Қолдарыңды бос ұста. Аяқтарыңды да бос қой. Денеңнің біртіндеп босаңсып жатқанын жай ғана сез. Ал енді мұрын арқылы терең демал. Демді сәл ұстап тұр. Кейін ауыз арқылы өте баяу сыртқа шығар. Тағы да бір рет. Мұрын арқылы терең демал. Деміңді сәл болса да ұстап тұр. Енді ауызбен өте баяу шығар. Дем шығарған кезде ішіңдегі ауырлықтың азайып жатқанын сез. Енді ештеңені бақылауға тырыспа. Жаймен демал. Сенен ештеңе талап етілмейді. Қазір ештеңені шешудің де қажеті жоқ. Ертең не болады деп ойлаудың да қажеті жоқ. Бүгінгі күнді қайта ойлаудың да қажеті жоқ. Қазір осы сәтте сен тек жай ғана тынығып отырсың. Егер ойың басқа жаққа кетсе, оны тоқтатуға тырыспа. Ой келеді, кетеді. Сен оны жай ғана бақыла. Қайтадан тыныс алуға назар аудар. Дем ал. Және баяу дем шығар. Сен соңғы кездері көп нәрсеге үлгеруге тырысып жүрген болуың мүмкін. Көп нәрсені ойлап жүрген шығарсың. Біреулер үшін уайымдап, бір нәрсеге асығып, өзіңе де байқамай ішіңе көп нәрсе жинап алған шығарсың. Сондықтан қазір бәрін біраз уақытқа қоя тұр. Бәрі сенсіз де бір сәт күте алады. Сенің де демалуға құқығың бар. Үнемі мықты болудың қажеті жоқ. Үнемі бәріне үлгерудің қажеті жоқ. Үнемі бір нәрсе істеудің қажеті жоқ.
Кейде жай ғана тоқтау керек. Жай ғана тыныстау керек. Жай ғана өзіңмен бірге болу керек. Енді назарыңды денеңе аудар. Басыңды сез, бетіңді сез, мойныңды, иықтарыңды, кеудеңді, ішіңді, қолдарыңды, аяқтарыңды. Денеңнің қай жерінде қысым болса, сол жерді босатуға тырыс. Күреспе, жай ғана босат. Тағы да бір рет терең дем ал. Өте баяу дем шығар. Ал енді жай ғана тыныш отыр. Деміңді сез. Денеңді сез. Осы сәтті сез. Егер көзіңе жас келсе, ұстама. Егер күрсінгің келсе, күрсін. Денең не қаласа, соған мүмкіндік бер. Қазір ештеңені түзетудің қажеті жоқ. Тек жай ғана шаршап отырсың. Ал шаршау әлсіздік емес. Бұл сенің ұзақ уақыт бойы күш жұмсағаныңның белгісі. Сондықтан өзіңді жақсы көр. Өзіңді асықтырма. Өзіңді кінәлама. Бірнеше минутқа болса да. Өзіңе жай ғана демалуға мүмкіндік бер. Бүкіл денең тынышталып қалды. Бірден қозғалып кетуге асықпа. Тағы бірнеше секунд отыра тұр. Тыныштықта өзіңмен бірге. Дайын болған кезде көзіңді аш. Бүгін өзіңе осындай 6 минутты сыйлағаның үшін өзіңе өзің рахмет айт. Есіңде болсын. Бәрін бірден жасау міндетті емес. Кейде жай ғана тоқтап, тыныстау керек.